Саламатсыздар ма, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Су тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен көлдер. Морфология бөлімі бойынша білім алуды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы теңіздер. Сабақтың мақсаты: мәтіннен негізгі және қосымша детальды ақпаратты анықтау. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну. Есімдікті сын есімнің орнына қолдану. Оқылым мәтіні. Оқулығымыздың 112 бетіндегі мәтінмен танысамыз. Бірінші тапсырма. Оқылым мәтініндегі негізгі және қосымша детальды ақпараттарды анықтап, кестені толтырыңыздар. Дескриптор. Мәтіннен негізгі ақпаратты анықтайды, 1 ұпай. Мәтіннен қосымша ақпаратты анықтайды, 1 ұпай. Мәтіннен детальды ақпаратты анықтайды, 1 ұпай. Барлығы 3 ұпай. Балалар, есімдіктер қай сұрағына жауап бергенде сын есімнің орнына қолданылады? Мысалы, ешқандай, бұл, еш. Ендеше екінші тапсырманы орындайық. Теңізге хат тақырыбында сын есімнің орнына есімдіктерді қолданып, кемінде 6 сөйлем құраймыз. Балалар, көзімізге жаттығу жасап алайық. Көзімізді 2 секундтай қатты жұмып тұрамыз. Көзімізді 1 минуттай жыпылықтатамыз. Оңға, солға, жоғарыға және төменге қараймыз. Көзімізді 8 санына ұқсатып айналдырамыз. Көзімізді 2 секундтай жұмамыз. Көзімізді бақырайтамыз. Балалар, демалып болған болсақ, есімдіктің сөйлемдегі қызметімен танысайық. Оқулығымыздың 115 бетінде есімдіктің сөйлемдегі қызметі жайындағы мәліметпен танысып алайық. Балалар, есімдіктер барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқаратындығымен танысып алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше, 3-ші тапсырманы орындайық. Оқылым мәтінінен есімдіктерді тауып, түрленуін талдаңыздар. Дескриптор есімдіктерді табады, 1 ұпай. Түрленуін талдайды, 1 ұпай. Барлығы 2 ұпай. Балалар, оқылым мәтініндегі оны, оның, олар деген есімдіктерді тапты деп ойлаймын. Үлкендігіне қарап, оны теңіз деп атайды. Мұнда оны есімдігі толықтауыш қызметін атқарып тұр. Оның Киркан, Хазар, Хвалын деген тарихи атаулары бар. Мұндағы оның есімдігі анықтауыш қызметін атқарып тұр. Оның суы 5 мемлекеттің жағалауын шаяды. Олар Қазақстан, Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан, Иран Ислам Республикасы. Мұндағы олар есімдігі бастауыш қызметін атқарып тұр. Барлығымыз дұрыс тапты деп ойлаймын. Үйге тапсырма. Оқулықтың 114 бетіндегі 5-ші тапсырма. Өлеңді жаттап алыңдар, есімдіктерді қатыстырып, өлеңде айтылған ой туралы пікір жазыңдар. Балалар, сабақтағы өзіміздің алған білімімізді жетістік баспалдағы арқылы бағалайық. Назар аударғандарыңызға рахмет.